Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге Три шоколада атты торттың рецептін ұсынамын. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен желатинді салқын сумен араластырып 20 минутқа қоя тұрамыз. Формамыздың астына пищевая пленканы 2-3 қайтара қаптап аламыз. Осы форманың ішіне тортты жинайтын боламыз. Форманың диаметрі 16 см. Бұл тортты жасау үшін бізге 3 түрлі шоколад қажет болады. Қара, сүтті және ақ шоколад қажет болады. Ең алдымен қара шоколадымызды, яғни мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Қазақстан шоколадын ыстық сүтпенен араластырып ертіп аламыз. Сүтті қантпенен ысытатын боламыз. Ыстық сүтті қара шоколадымыздың үстінен құйып, шоколадымызды ертетін боламыз. Бұл уақытта біздің желатиніміз ісініп, мармелад секілді болып қалады. Осы ісініп тұрған мармеладымызды ыстық шоколадтың үстінен салып, біркелкі етіп араластырып ертетін боламыз. Енді блендердің көмегімен барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Және де осы массаның үстінен творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшікті салып, тағы да араластырып блендерлеп аламыз. Басқа ыдыста майлылығы 33%-дық кілегейімізді миксерлейтін боламыз. 80%-дай миксерлейміз, қатты қою болудың қажеті жоқ. 80%-дай миксерленген салқын кілегейімізді 2-3 бөлікке бөліп, жаңағы шоколадты массамызға салып араластыратын боламыз. Кілегейіміз толығыменен шоколадты массаға араласуы қажет, ешқандай іртік қалмауы қажет. Дайындап қойған формамызға құйып, тоңазытқышқа 40 минутқа қойып аламыз. Енді тортымыздың екінші қабатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүтті шоколад қажет болады. Торттың аты айтып тұрғандай өзі 3 шоколадтан тұрады. Қара, сүтті және ақ шоколадтан. Енді екінші қатарына бізге сүтті шоколад қажет. Тура жаңағы бірінші қатпарды қалай жасадық, дәл сондай жолменен жасалынады. Тек қана бұл жерде шоколадтың түрі ауысады. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, және де осы видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймын. Сүтті шоколадты қабатымыз дайын болған кезде тоңазытқыштан бірінші қабатын алып шығамыз. Ол кезде ол қатып қалған болады. Сол форманың үстінен екінші қатпарын құятын боламыз. Және де тоңазытқышқа 40 минутқа тағы да қатырып аламыз. Ең үстіңгі қабатына бізге ақ шоколад қажет. Тура алдындағы қатпарларды дайындағандай жолмен дайындаймыз. Тек қана осы шоколадтың түрі ауысады. Тоңазытқыштан формамызды алып шығамыз және де жаңағы ақ шоколадты қабатымызды құйып аламыз. Тағы да 40 минутқа тоңазытқышқа қойып аламыз.
40 минуттан соң тортымызды тоңазытқыштан шығарып формасынан шешіп аламыз. Және де шоколадты глазурьді жан-жағынан құйып шығамыз. Бетіне жеміс жидектермен әсемдесеңіз болады. Өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін үлкен рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.